Қайырлы таң. Әдеттегідей жаңа хат айдарым. Админ қыз, өз оқиғамен бөлісейін. Үйленгенмін, әйел бала шағам бар. Осыдан 4-5 ай бұрын жұмыстағы бір қызбен кездесіп бастадым. Бұрын сонды қатыннан қорқып измена жасамайтынмын. Қатын қайда кетсем де шағымды аңдып отырады. Зыбым шықты. Уже бәрібір жүремін. Жаңа қыздың ватсабына қызға өзімнің қозып жүргенімді намектап айтқан едім. Ол қыз кәдімгідей жұмыста. Барлық жұмыстағы жігіттердің арманы еді. Түр десе түрі бар, фигура десе фигурасы бар, әп-әдемі сұлу қыз. Мен жазған кезде басында ұялып жауап бермеуге тырысты. Одан кейін менің өзімнің ішкі сезімімді, оны қалайтынымды, басымның қатты кететінін, қозатынымды айтқан кезде, мені ол да ұнататынын, қалайтынын айтты. Сенесіздер ма? Ондай мүлдем болмаған еді. Тура сол сәтте мен ол қызды кездесуге шақырдым. Бір-екі сөйлесіп көрдім. Ол қыз өзінің үйленетін жігітіне пәктігін беріп қойып, алданып қалғанын, содан тұрмысқа шықпай қалғанын айтты. Сол моментте мен де жіберемін ба? Маған осы кез осындай қыз керек еді ғой. Ертесіне кездесуге шықтық. Екеуміз сөйлестік. Біздің қалада өзі ескі парк бар. Ол жерде ешкім жүре бермейді. Сол жаққа оны шақырдым. Бір тупикке апарып машинамды ыңғайлап қойдым. Солай сөйлесіп отқан кезде санынан ұстап қоям. Ол қыз үндемейді. Әңгімесін жалғастыра берді. Ол қыздың әңгімесін дым тыңдап тұрғаным жоқ. Әңгімесі қызықты емес. Бірақ қызға ұнап жатқанын түсініп, белінен тартып құшақтадым. Басқа қыз алдында өзімді тормоза ұстадым. Сразу бетінен сүйіп бастадым. Ол дым отказ жасамады. Тек көзін жұмып қояды. Ол қызға ұнап бара жатқанын сездім. Әңгімесін жалғастырды. Арасына құшақтайым, бетінен сүйіп қоям, санынан ұстайым. Әйтеуір сөйлесіп отырғандай кейіп таныттым. Бір кездері шыдай алмадым. Солай отырғанда оны сүйіп бастадым. Ол дым отказ жасамады. Тек көзін жұмып рахаттанып отыра берді. Менің бір жерім одан сайын тұрып, шарықтау шегіне жеткен. Бір кезде санынан ұстап алып, шет жаққа қарай алып кеттім. Ол вообще қарсы емес. Мен ішімнен в шокемін. Бұндай қыз маған қалай беріп қою мүмкін деп таңданудамын. Екеуміз де жеңіл киініп шыққанбыз. Ол тіптен юбкамен шыққан ғой. Ақырындап турсиге дейін жеттім. Іш киімнің ішіне қолымды салуға батпай отырсам, қыз мен қолымнан ұстап өзі сол жерге салды. Ұстасам шылқылдан суланып кеткен екен. Сөйтіп төсін қысып қоямын. Бұндай рахатты мен әйелімнен көрген емеспін. Әйелім бұндай рахатты сыйламайды. Бізде күнделікті бытовуха, бала шаға деп тек бір ғана позанамен көретінбіз. Қыз жаймен ыңырси бастады. Ұнап жатқанын түсіндім. 100% солай жаймен уқаладым. Ол шыдай алмай бара жатты. Тоқтамай шолпылдасып сүйісе кеттік. Аузыма салшы дейді. Таңданып қалдым. Мүшемді аузына бере салдым. Керемет кайф. Ұштым ғой. Ыстық сезім. Тілімен мүшемді айналдырғанда бас кетті. Арман тек 1-2 палка тастау. Солай үстіме шықты. Ішімнен мына қызден ойпырмай прям тигрица мықты қыз екен ғой деп таңданып қоям. Солай бір қолмен дұрыстап жаймендеп бір жеріне тықтым. Басында дұрыс отыра алмай қалдым. Кейін екеуміз де ыңқылдасып жатырмыз. Оның ыңырсыған тәтті дауысы мені одан сайын қоздырып жатыр. Үстіме отырып алып секіріп жатыр. Мен оған жаным, ботам деп өліп бара жатырмын. Ол дым демеді. Тек дауысын шығарумен болды. Бір кезде менің спермам келе жатқанын сезіп, сразу анау қызды орнынан тұрғыздым да сыртқа ағыздым.
сүйісу фигня, сорыстық шалпылдасып, одан кейін үйінен шығарып салдым. Бұл қылығым менің қате ма, қате емес па, мен білмеймін. Ол маған сол кеше ұнағанын айтты. Бәрін дым қалдырмай жазып жатқаным екіқабат болып қалғаны. Бір рет қана осылай қосылған едік. Қалай екіқабат болады? Сіз бәрін білесіз ғой, ол қызға есім кеткен рас. Әйелім, балаларым тұрғанда оны баға алмаймын. Хабарласып шаршағанымда екіқабатпын деп 2 аптадан кейін айтып тұр. Сенуге бола ма? Артық сөз қажет емес. Қорғанбадым. Сыртқа ағыздым. Алайда одан да бала көтеріп қалу мүмкін дегендерді естіп оқып біліп жатырмын. Маған қандай кеңес айтасыздар? Дейді осындай ақымақ сараң жігіттер. Ал құрметті халықтар, тыңдармандар, пікір қалдырып кетіңіздер.